Ал енді бастай берейік. А, Бүгінгі армысыздар қайтадан. Бүгінгі тақырып аруақтар. Енді оның мағынасын бәріміз түсінеміз, білеміз. Өкінішке орай соңғы жылдары кейбір бауырларымыз адасып, аруақтар жоқ деп шықты ғой. Бар болса да өлген адамнан түкте көмек пайда жоқ деп жүр. Арабтардың көзқарасын қайталап. Ал енді бабамыз тіпті исламды қабыл алса да кезде, бірақ бәріміз білеміз, тіпті қазақ исламда аруақтың орны ерекше. Аруақ жоқ деп ешқашан айтылған жоқ қазақта. Тіпті Құран оқып жүрсе де, намаз қылса да, бірақ аруақ деп жүрген бабамыз бұл белгілі. Тіпті мақал мәтелдерде талай бар, өлі риза болмай тірі баймас дейді. Құдайды ренжітсең оңалады, аруақты ренжітсең оңалмайды дейді. Сол сияқтылар көп. Енді айта берсек тағы қосатын шығарсыз. Енді тіпті шайқасқа шыққанда бабамыз аруақ деп ұрандайтынды бәріміз білеміз. Енді осы тақырыпты кішкене қозғау үшін елімізге енді жеткізу керекпіз деп ойлаймын. Аруақты жоққа шығаратындардың өтірігін білдіріп көрсетіп, өйткені аруақ бар екенінің дәлелдер көп деп ойлаймын. Мен енді өз жағымнан бір-екі оқиға айтып жіберейін. Бір жақсы танысымның осындай болған. Анасы бірнеше жыл бойы комада жатқан екен. Өзі енді қарындасының қолында болған. Бірнеше жыл бойы анасымен тіпті сөйлей алмай жүргенде үндемей жатыр. Жай ғана алжиып дейді ғой. Бір кезде дейді, қарындасы звондап, тез кел, мамам қайтайын деп жатыр дейді. Шауып жетсе, қарындасының үйіне қараса, анасы шай ішіп отыр. Сол таңғалып қалды да, ол енді күліп, не таңғалып жатсың дейді. Қазір мен өлейін десем өле алмадым дейді. Ол қалай? Маған дейді, туысқандарымды жіберді дейді. Бірақ сол кісілерді, жіберіп тұрған кісілерді өмірде ұнатпаған екен сол кісі. Сол маған олар ұнамайды деп, басқаларды жіберіңдер деп, бармаймын олармен деп шықты. Сөйтіп қалдырды екен. Өлмей қалды. Одан кейін бір-екі күннен кейін қайтадан комаға түсіп, тағы бір жылдай жатқан екен. Тағы бір жыл өткеннен кейін қайтадан қарындасы звондайды, кел тез, мамаң шақырып жатыр дейді. Келсе, анасы айтады, енді дұрыс кісілерді жіберді дейді, олармен қайтамын деп келісті. Сондай қызық оқиға болды. Одан кейін тағы бір таныс досым, ингуш, тіпті қазақ емес, ингуш қатын, былай айтады, әкем өлейін деп жатқанда дейді, бірнеше ай жатып, сонда бізге ұрсатын дейді. Қыздар жүр ғой, қарап, ұрсады дейді. Не үшін? Көрмейсіңдер ме, үй қонақ толып тұр дейді. Орын бермейсіңдер ме, шай қоймайсыңдар ма деп ұрсады екен қыздарға әкесі. Сонда аттарын атап айтады, анау келіп тұр дейді, мынау келіп тұр дейді. Ол айтып отырғаны бәрі бұрын қайтыс болған туысқандар екен.
Сонда сол менің танысым ингуш әйел айтады, менің ойымша сол аруақтар келіп тұрады дейді. Біз енді қарапайым адам енді өз көзімен көре алмайды, бірақ жақында қайтыс болатын адам көре алады дейді. А, енді тек қана қарапайым адам емес, қасиеті бар адам да көре алады ғой. А, сол қызық жақ. Тек қана қазақтарға емес, ингуштарға да адам қайтыс болатын кезде бұрын өлген аруақтар келіп алып кетеді екен. Сол сияқты әкемнің де айтатын бір оқиға болған. Кішкентай кезінде өз әкесімен, менің атаммен бірге жатады екен, ұйықтап бір бөлмеде. Сол кезде әкем бір 5-6 жаста ғой, кішкентай бала енді. Сол кезде түнде бір дауыстан оянам дейді. Оянсам, екі адам тұр дейді, қараңғыда. Сол екеуі әңгімелесіп тұр екен. Біреу айтады, вот дұрыс үйге келдік, сол адам дейді. Екінші айтады, жоқ, ол емес деп дауылдасып тұр ғой. Дауласып. Сол кезде атам оянады екен, бұларға қарап, сендер мен үшін келдіңдер ме? Сен ана пәленшесің бе? Жоқ, мен Нұрмұхамбет дейді. Жарайды, кешірім сұраймыз. Анау қайда? Жоқ, ол келесі үйде тұрады дейді. Жарайды, кеттік деп бұрылып кетіп жатыр. Сонда атамыз артынан сұрақ қояды екен, мен үшін қашан келесіңдер деп. Олар енді датасын айтып бұрылып кетіп қалды екен. Ал келесі күні сол көрші үйдің бір адам қайтыс болады екен. Сол сияқты енді айта берсек, көп енді оқиға, осы 3-4-еуін айтып шықтым. Тағы кімде егер қосатын бар әңгіме, айта берсеңіз өтінем. Бірақ негізгі ой, біз қайтыс болғанда арабтар айтады ғой, Жабраил келіп қарсы алады дей ма? Ешқандай Жабраил деген жоқ екен. Біз қайтыс болғанда бірінші аруақтар келеді екен. Аруақтар келіп, адам шошып кетпесін деп па, әлде сол ана тылсым дүниеге барғанда аруақтарға қосыламыз ба, сол аруақтармен бірге мәңгі боламыз ба, оны енді ешкім білмейді, ешкім айта алмайды. Бірақ нақты білетінім дәл сол. Нақты білетінім, бізді қайтыс болғанда туған аруақтар қарсы алып, сол бір жерге апарады. Осы енді факт. Ғылыми факт деп айтуға болады. Оған қосатын тағы ғылыми зерттеулер бар. 60-шы жылдарда доктор Моуди деген Америкадағы бір профессор болған. Доктор Моуди талай қайтыс болайын деп тұрған адамдарды зерттеген екен. Оны клиническая смерть дейді ғой. Адам әлі өлген жоқ, бірақ өлімнің симптомдары болып тұрғанда, сол кісілер бір сценарий арқылы қайтып келіп, уже өзіне қайтып айтады ғой көргенді. Сонда бәрі де 100% айтады екен. Бір музыканы естиміз дейді, сосын бір туннельмен ұшамыз дейді, и сосын үшінші міндет түрде туысқандарымызды, бұрын қайтыс болған туысқандарымызды көреміз дейді. Сол аруақ деген бар, аруақ деген ғылыми факт. Аруақ бізді қарсы алады. Қайтыс болғаннан кейін аруақтың қолына барамыз, Құдайның емес. Бірінші бөлімі осымен мен мысалы
бітірейін, сөз өзіңізге берейін. Кімнің айтатын сөзі бар? Армысыздар, баршаңызға сәлем бердік. Мен енді іштен бастайын. Қазақта бар нәрсен, осы өзіміздің естіп өскен әңгімелерден, Қабанбай батырдың жаңа көз тірісінде өлер алдында айтқан сөз бар ғой. Қай жүзден екеніңе қарамаймын дейді, қай елден екеніңе қарамаймын, қай рудан екеніңе қарамаймын, атымды атап шақырсаңдар келемін дейді. Мықты айтылған сөзді негізі. Ол кісінің айтқаны жаңағы менің аруағымды шақырсаңыздар жаңағы өміріңізде кірісем деген сөз ғой негізі. Ол бір негізі Алтайда анандай әңгіме бар да, Алтайдың қамдарынан естігем. Бүйтіп айтқан дейді, жаңағы адам осы өмірге ерлік деген құдай арқылы келеді. Жаңағы көк тәңірдің тағайындап қойған несі ғой, өзіне бір кейіпкері ғой. Қайтқанда да, о дүниеге қайтқанда да ерлік арқылы кетеді дейді да. Сол ерлік дейді, жаңағы келеді дейді, болмаса өзінің жаңағы туысқандарын, жақындарынан жібереді дейді да. Сол жібергеннен кейін таңдау береді екен жаңағы өлген кісіге. Осы өміріңде дейді, жаңағы қателігіңді түзегің келсе дейді, әруақ болып жаңағы қолдап туған жақындарыңа әруақ болып келуіңе рұқсат береміз дейді. Екінші нұсқа бар дейді. Екіншіде сен қайтып осы өмірде басқа адам болып туылуыңа, осы өзіңнің туылған еліңнен жаңағы басқа адам болып туылуыңа мүмкіндік береміз дейді. Үшіншіден дейді, егерде осы өмірде дейді ұрпақтарыңа сенімді болатын болсаң дейді, көк тәңірдің басқа саған тағайындаған әлеміне жібереміз дейді. Сол кезде жаңағы қайтып баратқан адам таңдау жасау керек екен. Таңдап жасап, сосын шешімі арқылы соған қандай ары қарай болатын тағдыры шешіледі екен сөйтіп. Ешқандай тозақ, анау мынау деген сияқты біз авраамдық несімен нәрсеге сенбеймін. Ол қатты дұрыс емес нәрсе деп ойлаймын. Негізі егерде исламның жаңағы шыққан жерінен қарасақ, ол иудаизм мен христианство және зороастризмнің қосындылар ғой. Ал иудаизмнің өзі зороастризмнің жаңағы 70% ілімін алынғанда, өйткені Вавилонская Талмуд деген бар, оларда киелі кітаптар болып саналады, оларда жаңағы зороастризм, Иран жерлерінде жазылған. Солардың ілімі бойынша адам қайтқаннан кейін де қайтып туылады екен. Қайтқаннан кейін де өмірде жер бетінде жүре алады екен. Қалайша жүріп оны барып келген ешкім жоқ. Ол тек біздің солай сеніміміз арқылы, былайша айтқанда діндерде де бар нәрсе сенім ғой. Ал бізде ата-бабаларымыз айтып кеткен нәрселерін мен көз жеткізудің қажеті жоқ. Нақты солай екенін өзім анық білемін. Бірталай рет өмірімде өзімнің жаңағы елімнің аруақтарына бірталай рет дұғам бағыштағам, құрбандығымды да бағыштағам. Оны айта берсе сөз көп. Негізі менің әкем жағынан анасы апам ғой менің енді. Қайтып баратқан кезде ол дүниеде жылан келеді тура денесінің қасына. Мен кішкентай баламын ол кезде, 8-9 жастарым сондай. Енді 2-3 сыныпқа баратын бала ғой. Сол кезде мен жаңағы апаның қасына апарады, апаның қасында жылан болып жатады, бір жылан көп кішкентай. Мен қорқып жылап, жаңа үлкендерді шақырып, сосын айтады дейді, жаңа жыланды ешкімге шаппады дейді. Демек апаң қайтып келген ғой дейді, саған сенімен қоштасып қайтып қалғанға дейді, жылан жүзінде дейді. Бұл әлемді біз бәріміз түсініп білдік деп ойлаймыз да, шын жүзінде ондай емес та. Ол консерватизмдік жаңа көзқарас. Біз болды бәрін білеміз, әлемнің сырларын білеміз деген адам болды, дамумен тоқтайды. Сол сияқты егерде біз қазір бір нәрсеге сене берсек, осылай, тозаққа кеттік, жұмаққа кеттік, сөйтіп шешсек болды, онда біз дамымаймыз. Сол сияқты аруақтардың бар екенін мен өзім нақты білемін. Басқа біреу зерттеймін десе зерттей берсін.
біреумен салғыласып дәлелдеудің қажеті жоқ. Тәңіршілдіктің өзі түсінігі солай ғой. Егер де біз өзіміздің аруағымызға сенсек, ата аналарымызға сенсек, яғни біздің қазақ болып қалыптаса береміз ары қарай, қазақ болып сақталамыз деп ойлаймын. Өйткені әрбір өзіміздің руымызды сақтасақ, шыққан жерімізді сақтасақ, тарихымызды ертең біз кім екенімізді түсіне білеміз. Мен солай ойлаймын. Болды. Сөзім аяқталды. Иә, алғыс. Асхат туралы бір екі сөз айтып жіберейін. Бұл жігіт терең енді авраамистік діндерді зерттеген, арада болған, тек қана муслимдердің емес, яһудтардың да арасында болған. Мысалы, Тываның шамандары да ойлайды ғой, аруақты неге тағайындап қойған дейді. Неге көшпенділер табынады дейді аруақтарға. Мынандай бір салдар бар дейді. Көк тәңіріміз жерді жаратып тегістеп, үстіне өзінің несін чашасын қояды. Біздің пиала ғой, пиаланы жабады дейді. Жаңағы тесік пиала, жұлдыздар көрінсін деп. Әдемі мифологиясы. Жапқаннан кейін жаңағы ойланады, мен мыналарға кірісуім керекпін, көмектесуім керекпін өз балаларыма дейді. Сол себептен жаңағы аруақтарға мүмкіндік береді дейді, күш береді дейді, жаңағы адамның өміріне кіріскенге. Құдай дейді, жаңағы жаратып беріп, өзі сол өмірде кіріспесін деп, аруақ жаман ойламайды деп, жаңағы жанын тазартып, сол өзінің балаларына ары қарай көмекпен жалғастырсын деген мифология бар Тываның шамандарында. Не, алғыс. Мен айта кететінім, негізі аруақ бар екенді дәлелдеу не үшін керек? Біз енді жай уағызшы емеспіз ғой, ойлап тауып, өзіміздің ғана ертегілерді қосып уағыздап жүрген біз емес. Біздің жолымыз ғылыми дәлелдеп жеткізу керек. Аруақ бар болса, онда дәлел болу керек. Аруақтың әсері кәдімгідей сезіліп тұру керек. Одан пайда болу керек деп ойлаймын. Содан соң осы әңгімені жалғастырайық. Мен өзімнің білгенімді айттым. Тағы кім қосатын болса, айта беруге өтінемін. Бұл жаңа қозғалып жатқан тақырып, бұл өте негізі өзекті тақырып. Бұны тіпті ғылымда дәлелдеудің өзі қиын тақырып. Сондықтан да Алеке айтып жүргенде жиі бұны философияда, ғылымда метафизикалық мәселелер деп атайды. Жан, аруақ, абсолют деген сияқтылар. Олардың шешімін табу қиын болғаннан кейін, олар философияны бұдан арылту керек. Бұл метафизикалық мәселелер мәңгі шешілмейтін мәселе деп қойған болатын. Ал енді дінде анимизм дейді. Сол жаңағы адам өлгеннен кейін, тән өлгеннен кейін адамның жанының мәңгілік сақталатындығы, өмір сүретіндігі туралы. Ол әрбір халықтарда жалпы әртүрлі. Үнді халықтарында да бар, жаңағы айтып отқандай реинкарнация. Көне үнді халықтарында да, арабтарда да болған, Европа халықтарында да болған. Сол бәріне негізіне ортақ, ол кейіннен ұмытыла бастаған, және әрбір елдер, әрбір халықтар оны әртүрлі түсіндірген. Мына осыған ұқсас бір жағдай орта ғасырларда Еуропада розенкрейцтер дейтін тағы басқа да түрлі бір ұйымдар болған, құпия эзотериялық ұйымдар. Солардың бір қолданатын тәсілдердің бірі спиритуализм. Яғни сол өлген адамдардың жанымен, рухымен тілдесу түрінде болған. Біздің ата-бабаның аруағымен тілдесуге ұқсайды аздап. Жалпы бұл аруақ дейтін кеңістік пен уақыттан тыс біздің қазақтың түсінігінде. Яғни ол түсінікті ғой, аруаққа деген өзі уақыттан. Ол 100 жыл өткен адам, мүмкін 1000 жыл өткен адамның да жаңағы аруағы үнемі бізбен байланыста болып отырады. Сосын кеңістіктен де тыс. Ол алыста ма, жақында ма, аруақтар үшін кеңістіктен уақыттен өлшемдері жоқ. Ол тек қана біздің ғана санамызда. Олар оған бағынбайды. Енді аруақ дейтін сөзге келетін болсам, ол негізі араб парсы сөз дейді. Оны менше енді Еуропада басты тілде ангондар дейді. Ал енді оны қазақшалап
түсіндіріп беру өте қиын. Бір ойшылдар айтты, әруақ деген сөз әр уақытта деген сөзден шыққан дейді. Бірақ мен оған келіспеймін негізінен. Сондықтан да әруақтардың біздің ата бабамызда ол көне дәуірлерден бері қалыптасқан, оның қашан пайда болғаны белгісіз, тым әріде. Мысалға, Америкадағы үндістердің бір тайпалық одақтарында, қазір атын ұмытып қалып отырмын, оларда да осы біздің қазір қазақтардың, түрік халықтарының салт дәстүрлеріне өте ұқсас жағдайлар бар. Оларда да әруаққа сенім бар. Егер де ойлап қараңыз, сонда қазіргі мына Алтай жерінен Америкаға 30 мың жыл бұрын өткен болса, индеецтер, сонда яғни мына аруақ туралы түсінік өте өте әріде жатыр. Кейіннен солғынданып, басылып, басқа діндердің ықпалымен кішкене күңгірттеніп кеткен болуы мүмкін. Бірақ әлі біздің сол санамызда бар. Қазақ халқы сол әруақтарды құрмет тұтады. Даже тіпті мына парсы мен сақтардың соғысында да Тұмар патша ол фильмінде көрсетілмейді. Бірақ енді историяда, тарихта бар. Парсыларға айтады, сендер әуелі біздің ата бабамыз жатқан қорымдарға шабуыл жасап көріңдер. Біз сол кезде соғысты бастаймыз дейді. Сосын олар шабуылдайды қорымдарға, мәйіттерге. Сонда бұлар соғысты бастайды тарих бойынша. Яғни сол түрік халықтарында, кейіннен қазақтарда ата бабаның қорымдарын қору, оларды құрмет тұту, қастерлеу, оларға басына барып сыйыну деген сияқты салттар бар, болған, өз күшінде болған, және бүгінгі күнге дейін де жалғасып отыр. Мұны жаңағы тәуелсіздік алғаннан кейін 91 жылдары енді қазақ мемлекетін исламдандыру дейтін процесс жүрді ғой. Сонда бұл әруаққа табыну, әруақты құрмет тұту кейде бәсеңсіп кетті. Исламистер соларға қарсы шықты. Ол кішкене бәсеңдеді. Содан кейін бұрынғы біздің әжелеріміз ата-баба әруақ қолдасын, әруаққа сыйыныңдар деп үнемі айтып отыратын. Ал қазір ондайлар азайып кетті. Міне соған қарағанда әруақтарды негізі жалпы біріншіден жан түрінде түсінуге болады, жалпы алғанда. Екінші, әруақтар кейінгі ұрпақтарына дем беруші, жебеуші, күш беруші, қуат беруші, рухтандырушы қызметтерін атқарады. Бірақ мен ол шаманизмде өте анық байқалады. Бірақ енді шаманизмде оны түсіндіруде қиын, кейде жын перілер дейді ғой. Соларды шақырып, солардың көмегімен көп нәрсені істеген дейді. Сонымен қатар әруақтарды шақырады, ата бабаның әруақтарын. Енді жаңағы рухтандыру қызметі, жаңа айтып өттіңіздер, батырларда, мысалға әруақтар жауға шапқанда қазақ әруақ деп шабады. Алла акбар деп шапқан жоқ ондай тарихта. Сондықтан да мана әруақтар келіп оларға рух береді, шабыттандырады, жігерлендіреді. Сол бұрынғы батырлардың әруағын шақыру, ол типі былай ғылыми тілде айтқанда, сол батырлардың рухын өзіне көшіру, яғни санасына көшіру, сол болып кеткен сияқты болу деген сияқты мағынада, қарапайым тілмен айтқанда. Әруақтарды жаңа айтты ғой, жылан әруақ дейтін бар қазақтарда. Яғни жылан формасында көрінеді. Кейде аққу түрінде көрінеді деп айтылады. Негізі жалпы жан-жануарлар формасына көшіп жүреді. Мысалға біздің жақта, батыста әруақты емшілер бар. Әруақты емшілер сол ата бабасының әруағына сыйынып барып емдейді адамды, ауру адамдардың барлығын емдейді. Енді сонда солар ата бабаның әруағын шақырады, сосын барып емдейді. Оның атасы, ар жағында адамдар әруақты болған дейді, емші болған дейді. Сонда біздің жақта сол әруаққа емделген адам әруақтан қатты қорқады. Олар бір шарт береді. Мысалға, былай емдел, мынадай күнге дейін ішімдік, алкоголь ішуге болмайды, темекі тартуға болмайды, былай істеуге болмайды деп өз шарттарын қояды. Соны емделіп жүрген адам соны сақтайды қатаң түрде. Оны сақтамаса, вообще кері кетіп, оны құтырып кетуі мүмкін адам. Міне соны айтқанда, мысалы Құдай айтқан оңалар, әруақ атқан оңалмас дейді ғой. Сонда біздің жалпы мысалы қазақтарда сол Құдайды мысалға көп қорықпайды, ішімдігін іше береді, жемқорлықпен айналыса береді. Әруақтар айтса, әруақтар шарт қойса, онда одан қорқады, оны қатаң сақтайды. Енді бұл жерде мен айтайын дегенім, жаңа айтып отырсыз ғой, ғылыми тұрғыдан дәлелдеу деп, бұл енді маған да соншалықты бір қиынға соғып жатыр. Біз енді ғылыми тұрғыдан дәлелдеу керек,
әлемге көрсетіп беру керек деген сияқты. Осыған орай мен мына кванттық физикада бар Розен, Эйнштейн, Подольский дейтін теориясы бар. Сол теорияда жалпы физикалық тұрғыдан әлемдегі элементтердің барлығы бір-бірімен тығыз байланысты. Әлем тұтас голограмма. Мысалға біздің планетамыздағы қозғалыстардан Марстағы қозғалыстар да бір тіпті құмның түйіршігі қозғалса да, Марстағы басқа планетадағы әлемдегі құбылыстардың барлығы соны сезіп біліп отырады дейді. Енді осыдан мысалы қорытынды шығарды мен. Яғни өлген ата-бабалардың рухтары, аруақтары бізбен үнемі байланысты болады. Физикалық, кванттық физикалық тұрғыдан алғанда да. Осылай дәлелдегім келіп отыр мен, ғалымдармен пікірталастырып болашақта. Одан кейін екінші дәлелім архетип дейді. Ол қазіргі таңда мына қоғамдық санада көпшілікке белгілі түсінік. Негізі оның негізін салған Карл Густав Юнг. Оны қысқаша нақты айтсам, өлген ата-бабаларымыздың санасы, дүниетанымы кейінгі ұрпақтарының бейсанасында, подсознательно байланысып жатыр. Олар бізге еміс-еміс хабар беріп тұрады. Өте күңгірт, өте бір тылсым, анық емес, саналы емес түрде бізге сондай қозғау салады архетиптер. Оны немесе ұжымдық бейсаналық деп атайды. Мысалға біз неге үңгірлерде немесе пикникке шыққанда, далаға шыққанда мысалға ұнатамыз. Бұл да архетиптік аңсау. Көне дәуірдегі сол түркілер, ата-бабаларымыз көшпелі далада өмір сүрді ғой. Сол мысалға даланы аңсау бар бізде де. Міне осының бар архетиптер. Яғни өткен ата-бабамыздың санасы біздің бейсанамызбен байланысып жататын болса, онда міне аруақ туралы ұғым барынша логикалы болып көрінеді. Яғни байланыстар үзілмеген. Яғни солардың сенімдері барлығы, мен айтатыным, бізде айтады ғой, тәңіршілдік деп жатырмыз. Соңынан ислам келді. Ислам енгеннен кейін тәңіршілдікпен арада үлкен күрес жүрді мыңдаған жылдар бойы. Әлі де жүріп отыр. Соны шындықты айтсаң, оны түсінбейді, кейбір біздің ғалымдардың өзі ренжиді. Сол күрес психологиялық деңгейде әлі жүріп жатыр. Сол арасындағы күрес. Бірақ та тәңіршілдіктің пайда болғанына бірнеше мыңдаған жылдықтар болған. Ал исламның пайда болғанына өзіңіз білесіздер, бізге енді 1300 жылдай ғана уақыт болды ғой. Осы екеуінің арасында күрестің нәтижесінде осы тәңіршілдіктің элементтерін ислам өзінше басып жаншығысы келеді. Бірақ олар мына архетиптік түрде қайта оянады, қайта тіріледі. Бір кездері солғынданып, бәсеңсіп кетуі мүмкін, бірақ үзілді кесілді жоқ болып кетпейді. Манағы сол аруаққа сену, аруаққа табынуда бір кездерде бір уақыттар солғынданған, мына кеңес үкіметінің заманында болды ғой, ешкім сенбеді деген сияқты. Солар кей сәттерде солғынданады, бәсеңсі, бірақ ол жойылып кетпейді. Яғни біздердің мысалға санамыздағы сондай ата-бабамыздың рухының түсініктері біздің санамызда ол жатталып қалған. Ол қазақ болғасын, түркі болғасын, ол воля не воля сенің санаңда үнемі орнығып тұрады. Оны кейбір идеологиялар бүркемелеп, жапқысы келіп, жойғысы келіп, өшіргісі келеді. Бірақ ол мыңдаған жылдар бойғы біздің бейсанамыздың қатпарларымызда қалыптасқан генетикалық кодтар. Оған ешкім ештеңе істей алмайды. Алғыс, өте қызық мәліметтер айтып отырсыз. Ғалымның сөзі деген осы көп білетін адамдарды көбірек тыңдау керек. Тағы кімде қандай ой бар аруақ туралы? Армысыздар, рұқсат па екен? Айта беріңіз, Айнұр. Сәлеметсіздер ма? Мен Жезқазған қаласынан едім. Осы былтыр менің әкем өмірден озды, ол кісі Шымкентте тұрады. Сол кісіні жерлеп, жетісін беріп, сөйтіп үйге келдік. Ол әкеден айырылу өте қиын болды, менің еңсем қатты түсіп кетті. Сөйтіп үйге келгенде, подъезге кіргенде бір құс отырды да, перилада отыр екен. Сөйтіп қарадым да өтіп кеттім. Сөйтіп үйге кірдім да дереу мен иіс шығардым. Иіс шығарып жатып, содан кейін бір 10-15 минуттан кейін әлгі құс қайттан есіме түсті да, есігімді ашып қарасам, әлгі құс тура менің этажыма, жаңағы периладан маған қарап отыр екен. Содан кейін есігімді аштым да кір дедім. Сөйтіп қайтадан жүгір бас үйге кетіп қалдым. Бір кезде ана құс кіріп келді да, ана құс үйге кіріп келіп, бөлмелердің бәрін аралап,
сөйтіп ана неге кірді, горканың үстінде біраз отырды. Содан кейін мен де қарап келіп оған қарама қарсы отырдым. Үйдегілердің барлығы жаңағы таңырқап қарадық. Даже оны видеокамераға түсіріп алдық. Содан кейін балконда ашып қойып едік. Біраз қыз отырды да, кептер қызы. Қарап отырып, сөйтіп кәдімгідей ұшып кетті уже. Бірақ бөлмелердің бәрін ол қыз қорықпай өз аяғымен жүріп аралағанын таң қалдырды. Содан кейін бұл жөнінде мен ұзақ ойланып, жаңағы Тоқтар абыз бар ғой, сол кісіге айтып едім. Ол кісі айтты, Айнұр, бұл сіздің әкеңізден келген хабар. Ол кісіде барлығы жақсы деген кезде мен бір еңсем бірден көтеріп кетті да. Вот осындай бір қызықты жағдай болды менің өмірімде. Рахмет. Тұрғанша мен тағы бір оқиғаны айтып жіберейін. Өзімнің қайын-ата айтқан әңгіме. Тещасы бар ғой, өзінің әйелінің мамасы бір кезде қонаққа келеді екен. Өзі үлкен кісі, сол кезде келгенде тамақ ішіп алып, одан кейін міндетті түрде ол кісі демалады екен, ұйықтайды. Сол сағат 4-тен 5-ке дейін демалам деп басқа бөлімге кетіп қалды, жата қалды. Сол демалып, сағат 5-те оятасыңдар деді да, шай ішем. Сөйтіп кетіп қалды. Сағат 5-те оятайын десе, қараса қайтып кетті екен ол кісі. Сол өзінің қайнатамның постелінде, кроватта жатыр. Бітті, өлді. Сол кезде жылай бастадық дейді. Өздеріңіз білесіздер, ол кезде адамның есі шығып кетеді ғой. Жылап, өкініп отырдық дейді. Жарты сағаттай енді ойымызды, есімізді жинап, енді не істейміз деп ойлап отырғанда, қараса, ана кісі келіп тұр. Өз аяғымен тұрып, келіп тұр, тіп-тірі. Сонда таң қалып оған қарап отырды. Ол отыра қалып, не қарап отырсыңдар, шай құй дейді. Жарайды, шай құйды да, сол тещасы ана қайын-атама қарап айтады екен. Сенің аруақтарың мықты екен дейді. Ол не себептен? Былай болды дейді. Уже қайта бастадым дейді. Ұйықтап жатты ғой. Сол ұйықтап жатқанда уже түсіне бастады. Қазір міне өліп жатырмын екенімді түсіндім дейді. Бірақ дәл сол кезде мен уже өліп қайту дайын болып тұрғанда дейді, ана қайын атамның аруағы атасы келеді екен, жағасынан ұстайды да қайтарып итереді екен. Осы үйден қайтпайсың деп қатты айтып жіберіп, боқтап жіберіп, бар өзіңнің үйің бар ғой, сол өз үйіңнен қайт дейді да, сол орнына итере салды. Сөйтіп қайнатамның тещасы қонақта жүргенде өле алмады екен. Сосын кейін бірнеше жылдан кейін өзінің үйінен рет бойынша қайтып кетті екен. Осындай да күлкілі оқиғалар бола береді екен. Осыған ұқсас кімде оқиға болса айта беруге өтінем. Негізі өзім Орал қаласынан боламын. Менде сондай не болған жоқ, бірақ әкемнен естідім сондай оқиғаларды. Мысалы, бізден бір нағашыларымызда мықты сынықшы болды, Жанқожа деген. Сол бір жерін сынып қалса, әкем айтады, тиынды орамалға салып, ұйықтағанда көпшіктің астына сал дейді. Келіп көмектеседі дейді. Негізі сондай болды дейді бір кісіде. Аяғы сынды ма, қолы сынды ма, тиынды орамалға түйіп, Жанқожа аруағына тиынамын деп, көпшік астына салып. Ұйықтағанда түнде, ұйықтағанда сол ата келіп, сол ауырған жерін сипап кетті дейді. Таңертең тұрса, сол жері жазылып кетті, сынық жері.
сосын біздерде арғы аталарымызда да сондай не болды дейді. Аруақты адамдар, мысалы менің арғы атам баба деген, соның бабаның қазанында қара су үйді дейді. Енді менің жолдасым айтады, оның аталарында да сондай болды. Аталарым дейді, өзенді қайта бұрды дейді. Сондай заттар болды дейді бұрын. Ағыс хан негізі жоғары ғалым айтқандай, берікті айтқан, бабамыз айтады ғой, қасиет арқа аруақ береді деп. Сол көріпкелдер қасиеті бар. Көріпкелдер, бақсылар, емшілер қалай емдейді? Тек қана аруақтың қолдауыменен. Ешқандай құдай аспаннан түсіп көмек бермейді. Ешкім құдайды әлі көрген жоқ. Бірақ аруақ арқылы ем салады, болашақ көреді, рухани күш береді. Тек қана аруақ арқылы. Тіпті бәріміз білеміз, Манас деген жыр бар ғой. Осы әлемде ең үлкен дейді эпос. Соны отырып бірнеше күн бойы жырлайды ғой, тоқтамай. Оны жаттауға мүмкін емес. Тіпті Болот Үмітов деген жас бала бар, қазір 15 жаста. Ол бала 3,5 жастан бастап Манасты жырлайды екен. Ол енді мүмкін емес, сонда кішкентай баланы үйретуге. Сол манасшылар болса жыршылар, қалмақта жангар бар, жангарчилер, якуттарда олонхочит, олардың бәрі трансқа кіріп, аруақтармен тіке байланысқа шығып, сол сөйтеді екен, жырлайды. Былай жаттап алуға ол мүмкін емес. Сол аруақ бізге, елімізге тіке рухани күш береді екен. Ол неге? Қалай ол мысалы пайда табады? Негізі біздің бабамыздың көзқарасы арқылы бір иерархия, рухани иерархия бар дейді. Рухани баспалдақ деп айтуға болады. Оның ең төменде біз енді адам баласы, пенде дейміз, тірі адам. Бізден жоғары аруақ. Аруақтан жоғары түрлі мәңгі рухтар. Ал енді ең жоғарыда Тәңір дейміз. Сол не сияқты ғой, әскерде мысалы қарапайым солдат тіке генералдың алдына ешқашан шықпайды. Тек қана өзі шақырмаса, солдат барып, өзінің лейтенантқа барып, дұрыс па, капитанға, сержантқа доклад жасайды. Ол жоғары барып, өзінің майор полковникке доклад жасайды. Полковник барып, уже генералдың алдына шығады, дұрыс па? Сол сияқты рухани иерархия бар екен. Адам баласы ешқашан Құдайдың алдына шыға алмайды. Тек қана Құдайдың өзінің жеке өзіне керек болмаса, бірақ ондай бар ма, жоқ па, ешкім біле алмайды. Сол себептен менімше адам баласы Құдай дегенді ешқашан көрген жоқ, Тәңірді. Кейбіреулер енді айтады, білем, көрдім дейді. Бірақ сенуге бола ма, жоқ па, оны білмеймін. Бірақ аруақпен қатынасатындарды, аруақтан әсер алғандарды тексеруге болады. Өйткені көріпкелдер, жоғары айттық қой, көріпкелдер, бақсылар, емшілер аруақтың қолдауымен ем салады, болашақ көреді, тағы басқа әсер етеді. Содан соң аруақтың қолдауын
дәлелдеуге болады. Ал Құдайдың бар ма жоқ па, оны енді тағы дауласып, әңгімелесіп, тағы 1000 жыл жүруге болады. Сол айтатыным иерархия бар. Ең төменде бізден жоғары аруақ екен, ең жақын туған біздің туысқандарымыз қайтып кеткен. Олардан әсері бар, олардан қолдауы бар. Сол себептен біз оны қолдап, біз де оны қолдау керекпіз. Өйткені бір жағынан аруақтар бізге әсер етеді, бізді қолдайды. Бірақ қызық жағы, аруақтар біздің қолдаусыз да түк істей алмайды екен. Содан соң бізге де аруақ керек. Біз де аруаққа өте керек екенбіз. Өйткені біз аруақты сыйласақ, еске алып жүрсек, құрбан шалып, тағы басқа ес шығарып, аруаққа әсер етеміз екен, күшейтеміз екен өз аруағымызды. Ал аруақ күшейіп жүріп, бізге де көбірек көмек бере алады екен, қаттырақ қолдайды екен, аруақтың әсері бізге көбірек болады екен. Соны айтатыным, тағы кімде тағы ой пікір айтатын бар болса, өтінем. Мына жаңағы сіз Ареке айтып кеттіңіз ғой, аруақтар активный емес, тек қана біз арқылы деп. Меніңше оларда да бір активный кезеңдер болады. Мысалы қазақтарда бар ғой, түсінде аян береді. Түсінде аян беру. Мысалға бұзық жолда жүрген адамдарға, тағысында басқаларға түсінде ата-бабаның аруағы еніп, оған аян береді. Сосын аруақ қысады. Бізде батыста көп жағдайда аруақты емшілікпен байластырады. Содан әлгі адам түсінде аян беріп, айтқаннан кейін сол жаңағы емшілікпен амалсыздан өзінің еркінсіз айналысуға мәжбүр болады. Аруақты ұстай алмаса, онда ол адам ауруға ұшырайды. Одан кейін сол ауруға ұшыраған адамдарды мықты аруақты адамдарға барып қайтадан қаратып, емдетіп, психологиясын сол арнаға бұрып түзейді. Соны айтайын деп отырғаным, оларда кейде белсенді болып кетуі мүмкін дегенім ғой. Алғыс Берік. Тағы Мөлдір бірдеңе айтатын деп еді ма, байқасам? Менің өз басымнан өткен оқиға алдыңғы жылы сол әруақтардың біздің өмірімізге араласатын туралы. Так, мен ковидпен ауырдым. Ковидпен ауырып болғаннан кейін ПЦР тест тапсырдым, отрицательный болып шықты. Сол күні мен түс көрдім. Сол күні 3 кісі келіп, біреуін білем кім екенін, 2 адамды білмеймін. Үстеріне ақ қағаз киіп алған, қолдарында бүкіл медициналық инструменттер бар. Сөйтіп келді де, менің ішімді ашып, операция жасады. Сөйтіп ішімді ашты, мен ішімді көріп тұрдым, бүкіл нәрселердің бәрін, бүйрек, бауыр дегеннің бәрі қызарып кеткен, розовый цвет. Соны қолдарымен алып емдеді. Әр органды ұстап, әр жерін қойды. Сөйтіп қайта жабайын деп атқан кезде, бүйрек па, бауыр ма, дұрыс емделмегенді көрініп тұрды да. Сосын мен айттым ол кісілерге, енді емдегеннен кейін соңына дейін дұрыстап емдемейсіздер ма деп едім. Ертең врачтар емдейді, соларға қалдырдық деді. Сосын айттым, кім врачтар деп едім, оны өзің көресің деді. Сөйтті да, қайтадан жапты да, бүйрегімді, бауырымды, әр органды дұрыстап бетіп орындарына қойды да, бетіп замок сияқты қайтадан жапты да, енді ауырма деп кетіп қалды үшеуі. Сөйтіп ертеңіне тұрдым, тұрған кезде бір түрлі болып тұрды денем. Сонда бір операция жасалған сияқты, сондай бір ощущение болды енді. Сөйтіп ертеңіне бір таныс кісі звондап,
неге санаторийға 10 күнге жатуға бесплатно маған не ұсынды, путевка ұсынды аяқ астынан. Сөйтіп ол үлкен ақша тұратын путевка, бірақ маған оны бесплатно берді да өзінен өзі. Мен таң қалдым. Ол жерге барған кезде мені шындап врачтар емдеді, қол салып, там әртүрлі процедуралар жасап, система салып деген сияқты. Бұл да меніңше әруақтардың біздің өмірімізге араласатын, тіпті кейде келіп емдеп кететін бір дәлелі. Мен айтайын ба? Айта беріңіз. Жаңағы мөлдірдің айтып отырған сөзі өте рас негізі. Мен жаңа есіме түсті, осыдан 95-96 жылдары деймін. Мен бір қатты ауырып, енді қатты ауырдым, енді бір айдан кейін өлесін деп мені анау Қонаевтың больницасында істейтін бір тәтешкам бар еді. Соғысты бүткіл неден өткізіп, анализін бәрін алып, ойбай бір айлық өмірін қапты өлесін деп, содан ол кезінде доллар деген ақша жоқ, ақша таппай. Ауылдан шешемен ағам келіп бір ет әкеп, сол сорпаменен кино бетімді бері қаратып алды. Содан кейін ауылда әреке білесіз білмейсіз, Балташ деген бір жігіт аяғы теміші болды. Сол кісі қайта мені шақыртып ауылға кел деп, аталарың шақыртып жатыр деп. 3 жылдан кейін әрең ауылға бардым, Тарасқа. Ауылға барып, енді қоймады, 3 жылдан кейін ұят болады деп бардым. Енді ол кезде бұндай нәрсеге кішкене көбірек бір сенеміз, бір сенбейтін жағдай еді ол. Соны ауылға барғаннан кейін жаңағы Балташ ауылдың жігіті 66 жылға күні кеше ойнап жүрген жігіт еді. Барсам аппақ не киіп алған, әйелі диагноз қояды, ана кезде қамшымен аластайды, тазалайды энергиялар, жаман энергияларды. Сөйтіп маған айтты, совет аталары маған маза бермей, сен шақыртып жатыр сені. Сенде көз бар, қарғыс бар, соны тазалауың керек деп дейді. Әйтпесе ол ешқандай Балташпен ешқандай қарым қатынасым да жоқ, немде жоқ. Сөйтіп жарайды деп келістім. Қырықбай марқұм деген бір шал болған, сол кісінің бұрынғы бір былтырғы өткен ғасырда бір қобызы болған. Сол Қырықбай шал марқұм болып кетті, соның кішкентай бір үйі болған, соның үшін аны Балташқа сол кісі аян берген екен, сол қобыздан Сарқанның ар жағынан бәленбай деген бір жерден бір шалдың үйінен тауып алған екен, ол шал өліп қалған, кемпірі бермей, ақыры үйдің ішін бұзып, сол қобызды алып, соны әкеп жаңағы біздің ауылдағы ана қара шаңырақты ремонттап, соның ішінде кәдімгідей адамдарды емдейтін бір жағдай жасаған екен. Сонымен маған айтты, 7 күн жатасың деді, мен сені былай тазартып беремін деді. Сен сол жерге кештің 7 күн қонасың деді кештің. Ар жағында өзім үйім бар ғой. Сол Малжанды жайлап келемін де, сонда 7 күн қонасың, соны аруақтар өздері айтады деді. Түсіңе келеді, түсіңде аруақтар өздері айтады деді. Не айтатынын енді өзім естисің деді. Ойбай дедім, сөйтіп жарайды деп келісіп, содан кейін ауылда қалдым. Содан күнде кештің Малжанды реттеп боламын да, келіп бір одеялым бар, сонымен келіп жаңағы үйге келіп жатам ғой. Бірінші күн жаттым, түсімді дұрыс нете алмадым. Екінші күн жаттым, келді көрдім біраз нәрселерді. Бірақ үшінші күн жатқан кезде көзімді ашып қалсам, жерден полдан 1 метр биіктікте жатырмын ғой, ауада. Лампочка тұр, бетімде тұр. Ой, жүрегім тасты шығып, мына немен сұмдықты қозғалайын десем, құлап қаламын деп қорқам. Сонымен терезеге ақырын көзімнің қиығымен қарасам, өңім ба, түсім ба деп таң қалып жатырмын. Сөйтіп жаңағы терезеге қарасам, айдың сәулесін көріп тұрмын, жапырақтарды көріп тұрмын, құстардың сайрағанын тыңдап жатырмын. Өмірімде мынадай сұмдықты мен бірінші рет көрдім. Сөйтіп жатқан кезде потолоктан, үйдің бұрыш жағынан аппақ 3 призрак, жаңағы сұлба дейді ғой, сұлба, адамның сұлбасы келді. 3 адам келді, жаңағы мөлдір айтпақшы, тура сондай жағдай менде болды. Үшеуі келді де менің ішімді жарды. Ішімнен бір ірің-жырың қап-қара шек қарынға шіріп біткен бірдеңелерді алып жатыр. Сөйтіп мен қарап отырмын ана кісілерге, мыналар кімдер болды екен, атам ба, папам ба, апам ба деп. Кәдімгі хирург врачтар сияқты аппақ, прям анау аппақ сұлба қалай айтты ғой.
аруақтар ғой енді. Сөйтіп ана ішімнің бәрін тазартып бүйтіп болды да бір кезде ылым ғайып жоқ болып кетті. Ойбайлап тұра салымды таңертең жүгіріп жаңа Балташқа бардым. Ойбай Балташ осындай жағдай болды деп едім. Енді 4 күн шыға 4 күннен кейін бәрін көп нәрсені көресің, нетесің деп келген. Бір жын ұрғанда ертеңінде Алматыдан бір срочный хабар келді, сол кейін Алматыға кетіп қалмайын ба. Содан жаңа 4 күнім қалып қалды. Содан бері неше жыл өтті, содан Балташ әлі айтады, келіп жаңа 4 күн толық жатып кетті дейді. Бір сондай осындай жағдайлар болды. Тағы кімде ой бар, айта берсеңіз. Мен Моңғолияның бір ғалым, қазақ ғалымы болған екен, ол кейін түрмеге түсті деп естігем. Ол кісі маған бір әңгімені айтып берген. Интернеттен әңгімеміз ғой. Ол кісі айтатын дейді. 7 атаның нақ білу керек дейді. Мен білмеймін, қан тазалығы үшін деп қоямын ғой, өзінің руымыз араласып кетті, ата бабаларының қанын таза ұстау үшін деп. Ол бір себеп дейді. Ол қазіргі біз соған көзіміз енді ғана жетіп отыр дейді. Бұрын дейді, соғысқа аттанар алдында дейді, соғысқа аттанар алдында дейді, жаңағы 7 атасын атап шығады деген батырлар. Ол тіпті қазақта ғана болмаған дейді, жаңағы біз Қытайдың қазақтары айтады, біз жоңғарлардан да көрдік дейді ондайды. 7 атасын атап шығады дейді. Аттанып соғыс. Сол үшін аруақ деп қысқартылған сөзі ғой, бар батырлардың бір сөзбен аттанар алдында. Сосын ең көп таяқ жеген дейді, жаңағы қамдар дейді. Ол қазір біз шаман деп кеттік қой. Шаман деген біздің сөзіміз қой. Қам дейді. Қамшы деген сөз содан шыққан ғой. Жаңа қамдарды алдына көп қояды екен, солар дұғая отырып оқиды екен. Жаңа Қытайларды әбден, мысалы, Цин империясын біз әбден қиықтың солармен көп соғыстық қой. Цин империясын біз Мин империясынан кейін жоғалтып алдық қой Қытайды. Содан кейін қорқытады екенбіз Қытайларды. Дұға оқып, шамандар келеді, барып, аруақтар шақырады екен, Қытайлар қорқып жылап отырады екен. Күні тыныштық бермейді екен. Аналардың бір несіне, Қытайдың буддизмін енді ол кезде әлсіздік көрді көп. Сол себептен біздің тірегіміз аруақ деп ойлаймын. Мен енді өмірдің тағдырында көп андай мысалдар болды, бірақ оны айтпай қойсам болады, ол жеке өзіме қатысты. Ал былай нақты фактілерге келгенде, егерде біз қайтып аруақтарға оралатын болсақ, қайтып солардың атауын атап, қайтып жаңғыртатын болсақ, біз қайтадан үлкен империяға айналуы мүмкін, әбден мүмкін. Қазірде орыстарда ақымақ емес қой, Россия империясы алады да, әлі күнге дейін хан Кенесарының Шыңғысұлының жағын басын қайтармайды. Не себептен? Оларда спиритический энергияға сенеді. Сол себептен олар қорқады. Қазір мына Кенесарының басына алып келетін болсақ, не бір қуғынбайлар шығады қазақтан деп ойлайды. Ефимов деген полковник бар ғой, Москвадағы түрмеге сотталып кеткен. Сол айтқан дейді, если казахам вернуть голову Кенесары, завтра психи проснутся в казахах, и мы опять будем 300 лет в рабстве у казахов деп айтты. Өздеріңіз ойлаңыздар, бұдан кейін да, олар неден қорқады? Ал біз неден қашып жүрміз әлі күнге дейін? Соны егерде біз орнын таба алсақ, жүрегімізді бәрін тазартсақ, қазақтың сана сезімін, сол кезде біз үлкен жетістікке жетеміз. Қазақта сөз бар ғой, Құдайға жаман сөйлесең де, аруаққа жаман өте қоймайды. Өйткені Құдай кешіреді, аруақ кешірмейді. Адам баласы сондай ғой. Дәл сол аруағымыз өзіміз бабамыз болғаннан кейін ата-анамызға сөйлегенде тең де, ауыр сөйлесек. Сол сияқты мен ойлаймын, мынау кімдерде христианствода бар, иудаизмде де бар, араб тілін, исламда да бар, бірақ олар қастерлемейді. Мысалы, иудаизмде руаха кодеш дейді, святой дух деп, христианствода айтады. Оған ауыр сөз айтуға болмайды. Құдай кешіреді дейді. Бірақ святой дух кешірмейді дейді. Руаха кодеш. Христианствода дәл сөйтіп айтады. Исламда да бар ол. Бірақ исламда былай. Біз әлі күнге дейін Мұхаммедтің сол аруақ деп айтсақ болады ғой, әр намазда Мұхаммед бар емес па? Әр намазда 5 уақыт намазда міндетті түрде Мұхаммед пайғамбардың аты аталады. Демек, біз соны аруағын қазір көтеріп жатырмыз да, арабтар қазір дүркіреп отыр да, бай болып та, әлемді баспақшы болып отыр. 3 миллиард мұсылманға дейін жеткіземіз деген ой бар ғой. Ол ресми олардың несі, ойлары.
ол құпия емес. Сол сияқты бізде сондайға түсінік болу керекпіз. Өзіміздің аруағымызды атап дүркірету керекпіз да. Сол кезде біз үлкен жетістікке жетеміз деп ойлаймын. жоғары айтылды мына болып жатқан қазір рухани соғыс деп. Біз сол соғыстың тек қана аяғын көріп отырмыз осы материалдық өмірде. Нағыз соғыс анау рухани өмірде болып жатыр, рухани әлемде. Аруақтарымыз соғысып жатыр өзінің ұрпақтар үшін. Сол соғысқа бізді қатысу керекпіз. Негізі аруақтарға тірек болып. Аруақ бізге тірек болса, біз де аруаққа тірекпіз. Аруақтар бізге сенеді. Сол негізі аруақтың айтылған сөзін орындап жүрсек, ешқашан жаман болмаймыз. Неше мың жыл ішінде еліміз жаман болған жоқ. Осы дүниенің патшамыз деп айтуға болады. Патшалығымызды кім берген? Аруақ. Өйткені әр ханның, әр батырдың тірегі аруақ болған. Жеңістің себебі аруақ болған. Сол өзіміздің аруақтарымызды сатпай жүрсек, сеніп жүрсек, міндет түрде жеңеміз. Өйткені патша ел болсақ, патша, аруақтарымыз да патша. Сол өз патша аруақтарымызға сеніп, тыңдап, айтқан сөздерін орындап жүрсек, жаман болмаймыз. Ешқашан бізді мысалы жеңем деп жүргендер кім? Өз аруақтарын сатқан елдер, тіпті бауырларымыз өз аруақты сатқан. Ал аруақты сатқан адам әлсіз қалады. Содан соң олар сатам десе аруақтарын сата берсін, әлсіз қалады бір күні. Ал біз аруаққа сеніп, табынып, құрметтеп, қолдап жүрсек аруақты, ол да бізді қолдайды. Сол себептен ешқашан жеңілмейміз. Ешқашан жеңілмейміз. Айттым ғой жоғары иерархия бар деп. Бізден жоғары аруақ, аруақтан жоғары рухтар, мәңгі рухтар, одан жоғары тәңір. Сол біз аруақтарға сеніп, аруақтарға өзіміздің подношение дейді ғой, ақты арнап, иісті шығарып жүрсек, тіке байланысып жүрсек, аруақтан бізге жоғарыдан түскен күш түсе береді. Сол тек қана аруақ біздің айтты ғой, біздің рухани тірегіміз. Бұл енді нағыз тірек, күш беретін тірек. Болашақта біз жеңетініміз себебі аруақ қана. Негізі не үшін бізге аруақ жоқ деп шығады? Тек қана бізге емес, енді қазаққа да жетті ғой. Оны енді совет үкіметі тырысқан, материализмді таратып, құдай жоқ, аруақ жоқ деп шықты, бірақ одан да тіпті әсер онша болған жоқ. Аруаққа қазақ совет үкімет кезде де сеніп жүрген. Тіпті әрқайсымызға әжелер, аналарымыз айтып жүрді ғой, кішкентай кезімізден бастап аруаққа иіс шығару керек деп, келіп дәм татады деп. Сол әрқайсымызда есімізде, бірақ қазір енді негізі аруақпен соғыс басталды деп айтуға болады. Өйткені тіпті өз қазақ баласы аруақ жоқ деп шыға бастады ғой. Оның себебі не? Өйткені адам баласының тарихын зерттесек, ең көне заманда әр елде өзінің құдай болған ғой. Сол әр құдайды өзінің құдайға табынып жүріп, басқа құдайларды бірақ құрметтеп жүрген екен. Осы әлемде зерттесе,
319 миллион құдайлар бар екен. 319 миллион құдайлар. Сол құдайлардың қайсы жоғары, қайсы ең мықты деп бұрын ондай әңгіме болған жоқ. Әр ел өзінің де құдайын сыйлаған, басқалардың да құдайларын құрметтеген. Бірақ сосын миссионерлік діндер дейді ғой, ана авраамистік діндер не үшін шыға бастады? Өйткені бір ел басқасын жеңіп алады ғой соғыспен. Сонда тек қана сенің ақшаң емес, түгел көну керексің деп шықты. Өйткені менің құдайым ең мықты, сенің онша емес деп сондай жаңа саясат басталды бір кезде. Енді оның аяғы қазір көрініп тұр. Неше мың жыл ішінде кейбір елдер өздерінің құдайларын, өздерінің доктриналарын, көзқарасын таратып, аруақ жоқ деп не үшін айтады? Айтамыз ғой, ана ақпараттық соғыс болып жатыр деп. Бұл енді тек қана ақпараттық емес, рухани соғыс деп айтуға болады. Ал бәріміз білеміз ғой, осы өмірде сенуге тек қана өз ата-анаға болады деп. Өйткені алдау деген мүмкін, любой жерден алдап жіберуге болады, бөтен адамдардан. Бірақ туған ата-аналар ешқашан алдамайды, әрқашан біз үшін уайымдайды. Сол сияқты аруақтар енді біздің туған туысқандарымыз ғой, ата әжелеріміз. Оларға енді сенбесек, онда кімге сенеміз? Сол өз аруақтарымызға сеніп жүріп, оларға да құрметтеп жүрсек, айттым ғой жоғары, күш көбейтеміз. Оларды енді күші көбейіп кеткенде бізге де қолдау жасайды. Ал оны қалай етеміз? Біріншіден енді бәріміз білеміз, не істеу керек екенді. Біріншіден иіс шығарамыз. Әр бейсенбі күні дейді қазақта, енді одан жиі болады. Мысалы, түсіңізде көрсеңіз аруақты, иіс шығарамыз. Құрбан шалу деген болады, ол енді жиі емес, ерекше бір шараларға арнап. Одан кейін таңертең мысалы тұрамыз ғой, әрқайсымызда қасымызда жүрген жеке бір аруақ бар. Оған арнап таңертең тұрып, мысалы шай ішеміз ғой. Сол бірінші шыны шай, сүтпен шай құйып, оны мені қолдап жүрген аруаққа арнаймын деп шашсаңыз, тие берсін деп, міндет түрде жетеді. Аруақ риза болады деп айтуға болады. Сосын басына бару деген бар. Ол да енді біздің заманда өте жиі орындалмаймыз, бірақ барып тұру міндет. Енді атамыздың, ағаларымыздың, әжелеріміздің басына аралап, оған барғанда енді Құран оқу үйрендік қой. Одан енді түкте пайда жоқ. Әрине аруақ бәрін естиді, бірақ мысалы бізге ата-анамыз тамақтың орнында Құран оқымайды ғой, тамақ береді, дұрыс па? Сол бабамыздың жолы бойынша сүтті арнау керек. Сол бабамыздың басына барғанда бір шыны сүт шашып жіберсек, басына тие берсін деп, одан әсер болады әрине. Сосын ол енді өз жағымыздан құрмет деген сөз, Ал аруақтың өздерінің тілегін бір батасын алам десеңіз, сұрақтарға жауап алам десеңіз, онда
қасиеті бар адамдарға аруағы бар дейді ғой. Көріпкел бақсы емшілерге барып арнайы аруақтың тілегін білуге болады. Сол осы екі жол, оның көбісін білеміз, бірақ міндетті түрде орындау керек. Өйткені жаңа жоғары айтылды ғой, Асхат айтты, аруақ деген қазақтың тірегі деп. Онымен толық келісемін. Өйткені бұл қазақтың рухани тірегі болғанда, кәдімгідей айтады ғой, қасиетті қасіретке айналдырма деп. Сол қасиетті түбі көзқарасымыздың, бабамыздың сенімнің түбі қасиет болса, онда осы қасиетке өзімізде тірек болу керекпіз. Қасиетімізді қасіретке айналдырмай. Сол негізі білетініміз, нақты білетініміз, аруақ әсер етеді, қорғайды. Содан соң аруақ жоқ деп айтуға болмайды. Ол кәдімгідей құлшылық осыдан басталады. Бөтен елдердің діннен емес. Сіз исламды қабыл алуға болады. Мысалы, Құран оқуға, Библия оқимын десеңіз, оқи беріңіз. Веды оқимын десеңіз, оқи беріңіз. Ана йоганы, тағы басқа практикалар бар ғой, бірақ аруақты сатқан нағыз құл деп айтуға болады. Сол айтатын осы, негізі аруақты құрметтеу, аруақты қабыл алып, оған ақты арнап, сүтті айтам, бір иісті шығарып, тағы басқа, бұл негізі біздің міндетіміз. Сол айтатыным осы. Ильдар, дайын болсаңыз айта беріңіз. Менде армысыздар бәріне. Менде бір сұрақ бар да. Мен өзім негізі әкем татар, шешем қазақ. Бірақ екі жақтан да біз білмейміз да жеті атамызды. Тек аталарымызды білеміз, басқаларды білмейміз. Татар атам, ол Қазаннан келді, оның тұмаларын ешкімді білмейміз біз. Сондықтан нағашыларымды, мен нағашыларымды қолында өскен балам ғой, бірақ нағашыларымды тоже атаны білеміз да, ары қарай уже жеті аталарымызды білмейміз. Ол да Атырау жақтан бір жерден көшіп келді, Есентемір руы. Сондықтан білейін дедім, қалай болады екен, бізге не істеуге болады екен, сол сұрағым болады. Бізде әр бейсенбі күні жалпы рәсім өткіземіз ғой. Аруақтармен тіке кездесіп, сұрақтар қойып, батасын алып, соған қатысып, сұрағыңызды қоя аласыз. Алғыс. Мен айтам, бүткіл әлем бізге айтып тұр ғой, не Авраамның діндері мысалы не жоқ деп, аруақтар жоқ деп, анау буддисттерде реинкарнация дейді. Ол қазір өлсең, ол басқа ауылда отбасында не туыласың дейді. Әлде қазір эзотериктер нені нетеді ғой, трансқа кісіні нетіп сұрайды, өткен өмірде қай жерде болдың деп, транспен айталады бәрін сол кісі. Мысалы ер жігіт айтады, мен бұрынғы өмір 17-ші ғасырда өмір сүрдім дейді. Мен посудомойка болдым ба әлі. Тек біздерде қазақтарда аруақтар қасымызда жүр. Мен ойлап тұрмын, ол біздің аруақтарымыз, негізі біздің өзіміздің рухтарымыз, өзіміздің елімізге келеміз шығар деп. Получается, біздің
көзқарасымыз вообще бүткіл әлемге қарағанда ерекше болып тұр ма солай? Не қалай айтады ғой, бұрын қазақтар айтты ғой, не ана өліп жатқан адамдарға айтып жүрді ғой тілегін, келгенде өз еліне кел деп. Соны түсінбей тұрмын қазір. Біздікі дұрыс па, олардікі дұрыс па? Былай қарағанда бізде аруақтар бар, сенеміз, білеміз соны. Сонда бүткіл әлемнің несі дұрыс емес болып тұр ма? Негізі хан былай ғой, жоғары айттым ғой, 319 миллион құдай бар. 319 миллион құдай. Яғни 319 миллион көзқарас деген сөз ғой. Оның бәрі қашан шешілетін? Оның бәрі енді жоғарғы құдайдың қолында, тәңірдің. Біз енді сөйтіп ойлаймыз ғой, тәңір жоғарғы құдай деп, иә? Ол рас па, рас емес пе? Ешкім ешқашан жауап бере алмайды. Неше мың адам баласы пайда таба жүр осы жердің бетінде. Тағы неше мың жыл жүреді, құдай берсе. Осы дау ешқашан бітпейді. Әрқайсы өзінің көзқарасын, өзінің теориясын ұра береді. Осы дау ешқашан бітпейді. Бірақ қазіргі нағыз мәселелер барып толып тұр ғой алдымызда. Ұрпақтарымыз уланып жатыр. Ертең елімізді бөліп тастауға, басып тастауға мүмкін. Баларымыз араб болып кету мүмкін. Араб болмаса Қытай болып кетеді, Қытай болмаса орыс болып кетеді, дұрыс па? Сосын ана денсаулық деген бар, иә? Балаларды үйрету керек, иә? Тәрбиелету керек, дұрыс па? Сол практикалық мәселелерді шешуге керек қой, дұрыс. Ал қайталап айтайын, көзқарас мәселе ешқашан шешілмейді. Ешқашан дауласып жүре береміз, бірақ нағыз мәселелерді дәл қазір шешу керек. Оны шешетін бәрі аруақ. Қалай? Өйткені ем салатын аруақ. Болашақта айтатын аруақ. Сізді қорғап жүрген, сізді, мені, бәрімізді қорғап жүрген аруақ. Оған сеніңдер деп айтып тұрған жоқпын. Осы әңгіме аруақ бар екенді дәлелдейтін фактілер толып тұр. Оған сеніп емес, сол фактілерді қолдау керек. Сол себеппен айтатыным, ана көзқарас әңгіме ешқашан бітпейді, бірақ дәл қазір мәселелердің бәрі шешуге қолымызда. Оған қолдайтын аруақ. Иә, Асхат, айта бер енді сөзіңді. Иә, мынандай нәрсе жаңа айтылып кетті, Авраам діндерінде аруақ деген түсінік жоқ. Қатты қателесесіздер. Біріншіден, мен Московский теологический институтта оқығам. Сол кезде біз жаңағы біздің теолог мұғалімдерден сұрамаймыз ба? Адам өлгеннен кейін қайда барады деп. Қарапайым халыққа былай тозақ не жұмаққа түседі деп жаңа христианствода түсіндіреді. Бірақ біз оқығанда бізде басқаша ақпарат. Тек он теологтар мен жаңа пасторлер, батюшкалар болсын, жаңа проповедниктер ғана білетін ақпарат. Оны жай халыққа айтуға болмайды. Неге? Түсіндірейін. Ақыр заман келген кезде, ақыр заманда жатва деген түсінік бар. Жатва деген қайтыс кеткен кісілердің жандарын теріп алады екен. Демек, христианствода, значит, адамның жандарын бәрі жерде болады. Ешқандай жұмаққа да түспейді, неге де түспейді, тозаққа да түспейді. Бұл противоречие. Көздерін қарып тұрсаңыздар, өздерін алдап отыр да, халықтың санын көбейту үшін жұмаққа не тозаққа бізді тыңдасаңдар жұмаққа түсесіздер деп. Бірақ ішінде жазылған бойынша ол Евангелие от Матфеяда жазылған, от Матфея емес, Откровение Иоанна Крестителя деген кітап бар. Соңғы кітап Откровение Библияны оқысаңыздар, адамдардың жаны тек қана ақыр заман келген кезде алып кетіледі. Оған дейін жердің бетінде жүреді. Екіншіден,
иудаизмде ең Авраамның бірінші дінінде мен қазір группаға салып қойдым, егер мына қарап көрсеңіздер, Гилгул деген тасадым неде ақпараттық Википедиядан, ол Талмудта, Торада бар сөз. Адам қайтыс боларда ақыр заман келмейінше өліп тіріліп жүре береді екен. Неге христианство әлемі, сосын ислам әлемі осы көшпенді халықтардың бәрін жаулап алмақшы мақсат бар. Егерде сіздер қарасаңыздар, Құранда да жазылған нәрсе, және иудаизмде ол Торада жазылған нәрсе. Ақыр заман келетін кезде Гог Магог деген халықтан бүкіл ислам әлемі мен иудаизм, христианствоның бәрін жоятын, жаңағы Алланың шоқпары болатын тек бір ғана Магог деген халықтар дейді. Магогтан кім тарайды? Ол түркілердің арғы атасы, монғолдардың арғы атасы, ғұн сақтардың атасы ол Магог. Оның ханы Гог болады дейді. Сол себептен христиан әлемі мен ислам әлемі сол әлемді жаулап алатын дін бұл сол біздікі болу керек деп бізге үгіт насихат салынады. Ол саясат күште. Демек, біз егерді қазір бәріміз баршамыз христианство қабылдайтын болсақ, не болмаса ислам әлемінде көшетін болсақ, біз солардың қолшоқпарына айналып кетеміз. Өзіміз емес, шындықпен жеткізетін басқа халықтардың құлы болып, солардың құрал болуына айналып кетеміз. Сол себептен біз аруаққа тірек болу керекпіз. Өзіміз ешқашанда бетімізді басқа жаққа бұрмағанымыз дұрыс деп ойлаймын. Ешкімге оны тауысып ұрысудың да қажет жоқ. Адам деген өзінің өмірімен, өзінің өміріндегі болған тағдырымен дәлел бола алады да. Бірақ егерде ғылыми түрде болатын болса, міне бұдан ашық айғақ сіздерге жоқ. Ашып қараңыздар, зерттеңіздер. Қай дінге қарсы бір сөз келтіргіңіз келсе, сол кітаптарда бәрінде жазылып тұр. Қазіргі заманда ол еркін қолжетімді. Ал біздің жайлы ақпараттарды байқасаңыздар, аруақ жайлы көп жазылмайды. Өйткені біз ол түсініктен айырылу керекпіз деген мақсатта жасалынып отқан нәрсе. Әрбір телеарналарда редакторлар болады, олардың өздерінің шектеулері болады, оларға бұйрық беріп қойған. Мына тақырыпты қозғамайсыздар, қарсы тек жұмыс әрекет жасайсыздар. Әр ақпараттық порталдарда да сондай. Алғыс Асхат. Ғалым, айтатыныңызды бар болса, айта беріңіз. Жоқ болса, онда ақырындап бітіре береміз бүгінгі әңгімемізді 2 сағат бойы. Арман, бір ауыз сөз. Айта беріңіз. Достар, өте жақсы әңгіме болып жатыр. Менде бір ұсыныс бар. Осы аруақтарды біз қаяқтан білеміз? Өткен жазылып кеткен нәрселерден білеміз. Аңыздардан, ертегілерден, сонкен мына күніге ата бабаларымыз, немесе әкеміз, көкеміз, туысқандарымыз айтқаннан білеміз. Және енді міне жаңағы Арман айтқан, мәселен, ақпараттық соғыс болып жатыр қазір, турасын айтқан кезде. Сондықтан сол соғыста біз ешкімге бұлай шабуыл жасап жатқан жоқпыз ғой. Бірақ біз қорғануымыз керек. Сондықтан бүгін міне жақсы әңгімелер айтылды, қызық оқиғалар, нақты оқиғалар. Менен өтініш. Осы оқиғаларды сіздер қағазға түсірсеңіздер. Содан соң оны бір жерге жинасақ. Мақұл десеңіздер, маған салып жіберіңіздер, болмаса Арманға салып жіберіңіздер. Ертең мәселен біз бір жинақ шығаратын жағдайға жетсек, біз баяғы ғасырлардағыны әрине тереміз, оны да біз келтіреміз. Сонда біз өзіміздікінде бүгінгі білетінімізді біз келтірсек, қоссақ, сонда бізге сенбейтіндер онда басқаша пікірде болады. Егер біз өзіміздікін айтпай, тек қана бұрынғыны айта берсек, дайын нәрсені, олар айтады, міне ол баяғыдағы бір ертегілерін жинап алыпты, соны айта береді, ол өтірік деп айтады. Білдіңіздер, бізге бүгінгі болған уақиғалар өте салмақты үлес қосады. Бұл ақпараттық майданда өзінің орнында өзі жақсы көмекші болады деп ойлаймын, және басқаларға да
жақсы уәж болады. Содан соң осы жерде басқа жаққа сәл айта кетейін, жаңа Женя деген қарындасымыз айтты ғой, не істеу керек деп. Осы жерде мәселен жастарды бүкіл Қазақстанды қамтимыз деп біз құлаш ұрудың керек, бірақ оны әркім қалай істеу керек? Оны әркім өз орнында істеу керек. Ешкіммен жаңағы басқаларға ұрсып керісу жоқ, бірақ жай ғана сөйлесіп айту керек. Тыңдаса тыңдайды, тыңдамаса тыңдамайды, бірақ санасында қалып кетеді. Алғыс Бердалы аға. Тағы кім? Дархан ба айтып тұрған? Дархан, сөз өзіңізде. Амансыңдар. Менде мынандай сұрақтар бар. Аруақ пен періштің айырмашылығы бар ма? Ангел-хранитель дейді ғой. Періш пен аруақтың айырмашылығы бар ма? Әлде ол сол подразумевается сол бір нәрсемен бәрі? Иә, періште деген аналог қой солардың аруақтардың, бірақ періштенің рөлін түсіріп тастау, жаңағы аруақтардың рөлін түсіріп тастау. Оларға басқа міндет, басқа атау, басқа сана берілген деп түсіріп тастау. Мысалы, періштелерді қарасаңыз, олардың өз ойлары жоқ, өздерінің ниеттері жоқ, тек бұйрық орындау деген сөз жоғарыдан келген. Ал біздің санамыздан бөлек деп көрсету үшін жасалынған нәрсе. Ең әуел баста жаңа исламда да періште болмаған, то есть болмаған емес, ол иудаизмнен келіп, сол түсінік кірген. Негізі арабтардың өздері де періште жайлы көп айта алмайды. Айтатын болса, бір аңыз әңгімеге айналып кетеді, бір фантастикаға айналып кетеді да, бір ана дүниеге барып келді, ана нанды жасап берді, жоқ жерден жасап берді, үйтіп берді деген санаға кірмейтін әңгімелер. Ал факты келген кезде ол аруақтарды түсіру деген сөз ғой, мәртебесін. Алғыс. Тағы сұрақтарыңыз бар ма аруақ жайлы? Өйткені бүгін байқасам талай аруақтармен тіке жұмыс жасап жүрген адамдармыз қатысып отыр екен. Көріпкелдер, бақсылар, сұрақтарыңыз бар болса қоя беріңіз. Менде бір сұрақ бар еді, Тәреке. Мен осы осы Сібірдегі шамандарды ютубтан қарап жүрмін, зерттеп. Сонда олар айтты, жаңағы аруақты шақыруға келді ғой, журналистика түсіруге. Сонда ол кездегі шамандар айтты, аруақтарды шақыруға болады, бір жаңағыдай сиқыр сияқты нәрселерді көрсетуге, бірақ аруақтарды орынсыз мазалай беруге болмайды деді. Соған орай мен де ойлаймын, біздің де ата-бабамыздың аруағын шақырып, оның тікелей орынсыз мазалау беру емес пе, әлде қалай олармен тілдесіп отыру керек деп ойлайсыз ба жиі-жиі? Жоғары айтылды ғой, аруақ деген нағыз кезінде тірі болған адамның рухы. Сол әр адамның өзінің мінезі болады. Сол аруақтың да мінезі сақталынады екен. Қандай тірі адам болған, дәл сондай аруақ болып жүре береді екен. Қырсық болса мысалы, қырсық бола береді. Сол себептен кейбір аруақтар келіп, мысалы, қысады дейді ғой, кәдімгідей өзінің тілегі орындалмаса, қысады, жан-жағынан жол жабады, ауру жібереді, тағы бірдеңе қыса береді екен. Кейбірлер ештеңе етпейді, дәл қарап отырады, бітті, үндемей қолдап жүре береді. Сол сияқты аруақты мазалау дегенді мен түсінбеймін, өйткені әр аруақ ерекше. Кейбірлер енді ұнатпайды мазалау дегенді, бірақ кейбірлер әрқашан дайын күтіп отырады, тіпті қашан қандай сұрақ қояды екенді деп. Сол сияқты әр аруақ бірдей емес, түрлі екен, бәрін бірдей бір топқа итеруге болмайды екен. Әр аруаққа ерекше, әр аруақпен ерекше қатынасы болып шығады екен. Женя, тағы бір сұрағыңыз бар болды ма? Байқасам. Иә, алғыс Арман. Арман, мен сұрайын дегенім, менің
менің ең үлкен әпкелерім намаз оқиды. Жұма сайын 7 нан пісіріп, иш шығарып, аруақтарға арнайды. Мен соны түсінбеймін. Қалай ол қабыл бола ма, ондай нәрсе қабыл болмай ма? Бірақ Құран оқиды, Мұхаммед пайғамбарың да айтады, өзіміздің 7 атамыз да есіне түскеннің бәрін айтып отырады. Дұрыс па, дұрыс емес па? Жұма күні енді бұл ислам бойынша ғой, оны жақсы кім Асхат біліп айтады, если что. Бізде енді қазақта көбісі бейсенбі күні иіс шығарады ғой. Ол салт немен байланысты білмедім, бірақ сол салт бар екен. Бізде енді бізде сол бейсенбі күні рәсім өткіземіз, аруақтарды шақырып, дәл сол күні жет шелпекте пісіреміз иісін шығарып. Бірақ ол да орынды, әрине, апта сайын иіс шығарып отырсаңыз, әрине аруақтар риза болады. Осы сұраққа мен айтсам бола ма? Иә да. Осы сұраққа жаңа мен айтып жатыр ғой, бұлар сол ислам діні енді ғой, содан бірнеше жыл бойы біздің түрік халықтардың ішінде қазақтарды қабылдағысы келмей, жартылай қабылдап, мәжбүрлеп қабылдағаннан кейін біздің тәңіршілдік, зороастризм, шаманизм, ислам бәрі кіріп кетті де, бізде қазақтың исламның бір ұлттық модель сияқты форматы өзінен өзі қалыптасып қалды. Сол кезде біздің жаңағы қазақтарда, мұсылмандарда аруаққа жаңағы жинамыз, аруақтарға ас береміз деген сияқты айтады. Намаз оқып, Құран оқып барып, екеуін біріктіріп барып, өздерінше бір сондай бір сенім ойлап шығарған ғой негізінде. Сол сақталып қалған. Яғни аруаққа табынудан да айырылғысы келмейді, ислам идеологиясында мойындап қойған. Соның екі ортасындағы өзіне тиімді деп тасылған бір жоба ғой сенетін. Мына бірталай әңгіме естіп жатырмын. Өте қуанып жатырмын. Аруақ жайлы айтып жатыр екенсіздер. Аруақ бар, қазақтың сыйынатын аруақ. Қазақ айтады, Құдай ұрған оңалар, аруақ атқан оңалмас дейді. Аруақ дегенде біздің ата-бабамыз сыйлайды. Біздің өзіміздің бабаларымыз ғой, бұны Арекеңде, Асхат та жақсы айтып отыр. Біздің қазақ аруақты қашанда құрметтеген, аруақ бар. Қазақта аруақ демейді, көмектеседі дейді. Сосын бана реинкарнацияны жайлы айтып жатыр, бана қайта туар деп. Сосын қазақта өлді демейді ғой, қазақта қайтты дейді, қайырын берсін дейді. Қайырлы қаза болсын дейді. Түп тегізіп айтады да. Алыстан келген адамдарды ауылға қайтты дейді. Қайтты деген сөздің қазақтың өзінің тілінде үлкен құт жатыр. Құт деген код қой. Сол біздің өзіміздің тілімізді дұрыстап зерттесек, оның ішінде көп нәрсе бар. Құлыптас дейді қазақта. Құлып деп неге айтады? Оны аш деп айтып тұр. Сол сияқты біз өзіміздің тілімізді қатты зерттесек, оның ішінде бабаларымыздың айтып кеткен үлкен құпия сөзі бар. Соны лингвист отырған ол әңгіме ғалымда емес, адамда санада дейді ғой, сана бер, сана бермесең ала бер дейді. Қай адамның бойында қасиет бар біздің қазақтың балдарында, ұрпақтарында, қанында бар, генінде, қанның тазалығы. Соны оятсақ, манағы айтып отыр ғой, жастарды қайтару керек деп. Абрамдық дінге келген жастар көбіне агрессивный болады. Оларға қатты айтуға болмайды. Бұларға жайлап айту керек. Бұларды тек қана түсіндіріп, ойландырып жіберу керек. Мен көп балдарды қайтардым. Мақтанғаным емес. Жайлап отырып, ойландырып жіберем. Сосын артынан келеді, наке деп. Мынауын қалай деген кезде ол дайын тұрады. Сол кезде мен оған жайлап құям. Каждый адамның өзінің қасиеті бар ғой. Қай адамның да. Сол қасиетімен жайлап құям. Сол кезде бойындағы дуасы шығады бұның. Дуасын қайтару керек. Қазақта айтады ғой, татар мен сиганың дуасын қайтару қиын деп. Бұны дінде айтып кеткен ғой бабаларымыз. Үлкен қараңғылыққа кірсе адам, одан шығару қиын деп. Қана ғалымдар айтады ғой, құттай баланы кішкентай кезінен ертегі дейді. Ертегі деген қазақтың ердің тегі деген сөз ғой, аналар айтатын. Сказка айтса, орысша айтайын. Бұл адам 60-қа келгенде сол ертегінің сказканың ішінде жүреді. Ешқашанда балаға өтірік айтпау керек те. Қазақта солай болған тәрбиесі. Ел болам десең бесігін түзе дейді ғой. Соның ішінде біздің тілімізде тұр. Соны айтқым келіп отыр да. Біздің тілімізді үлкен зерттеу керек. Ал тағы да әңгімелесіп отырамыз, сөзімді бөлейін. Қош көрдім бәріңді. Алғыс Маке. Малик, енді сіз айта беріңіз.
армысыздар, кеш жарық. Бір ағай сұрап еді ғой, жаңағы аруақтарды мазалауға болмайды деген. Былай ғой, мен мына тәңіршілдікпен бірге эзотериканы жаңағы сонда зерттеп жатырмын. Көп көріпкелдерді, экстрасенстерді тыңдадым. Сондай жаңағы тылсым дүниеге жақын адамдарды. Сосын мына әрекеңе мың алғыс, мына аруақтармен тілдесу рәсімдеріне шақырып, осы бір жылдан асты аруақтармен сөйлесіп жатырмыз, мына көріпкелдер арқылы. Содан ұққаным, жаңағы тәңіршілдікте неге мысалы біздің ата бабалар батыр болған, өлімді өлуге қорықпаған, өйткені о дүниеде өмір жалғасады екен. Денеміз өлгеннен соң жаңағы жан қалады ғой, сана дейді, жан дейді, қуат, энергия дейді біреулер. Сол мына біздің жанымыз о дүниеде өмір сүреді екен. Сол қалай мұнда адам жаңағы кім әреке айтқандай мінезі қандай болды, ояқта да солай кәдімгі өмір сүреді екен. Біздің жаңағы неге рәсімдерге келеді аруақтар, кейбіреулер ренжіп келеді, кейбіреулер жаңағы жақсы көңіл күймен келеді, кейбіреулер соғысып жатыр, кейбіреулер жаңағы өлең айтып жатыр. Соған қарағанда аяқтағы өмір біздің өмірден аумайды екен. Тап қалай біз осы өмірде соғысамыз, ұрысамыз, жаңағы ән айтамыз, жаңағы ояқта да солай екен. Ол бір. Екіншіден, ол аруақтар ренжімейді. Неге дейсіз ғой? Олар керісінше ренжейді, егер біз оларды есімізге алмасақ. Мысалы, мына бейсенбі сайын біз шелпек пісіріп, жаңағы аруақтарды еске алып, біздің ата әжелеріміздің жаңағы өткен өмірдегі жаңағы шақтықтарды есімізге алып дегендей. Керісінше ренжейді екен, біз есіне алмасақ. Оларға біз жаңағы ақыл сұрасақ, мына айтып отырмын ғой, жаңағы әрекемен бірге жаңағы аруақтармен не істейміз ғой, тілдесу. Аруақтар керісінше қуанады екен. Біз олардан кеңес сұрасақ, ақыл сұрасақ, керісінше наоборот қуанады. Сондықтан қорықпаңдар, аруақтар ренжейді, жаңағы мазалауға болмайды деген. Жоқ, керісінше. Жаңа керісінше бейсенбі сайын неге еске ала беріңдер, осындай аруақтармен тілдесу, көріпкел арқылы, жаңағы бақсы арқылы сондай рәсімдерге қатыса беріңіз деймін. Сол айтайын дегенім. Алғыс, Малик. Осымен аяқтай берейік, өйткені 2,5 сағат болды отырғанымыз. Осы әңгіменің запись қала береді. Оны таратуға өтінеміз. Енді қысқа әңгімеміздің қорытынды айта кетсек, біріншіден аруақ жоқ емес, бар. Оған фактілер көп. Оны дәлелдеуге болады. Негізі аруақтың әсері әрине бар. Әсер әрқайсымызға тие береді. Одан емді болады. Аруақ болашақты айтады, қолдайды бізді. Енді аруақпен негізі бабамыздың өсиет бойынша аруақты құрметтеу керек. Аруаққа
ризашылығы білдіріп сүт арнаймыз ба, иіс шығарамыз ба, түрлі жолдары бар. Оны орындау керек міндетті түрде, бұл міндетіміз өйткені. Айтады ғой қазақта, үлкеннің алдынан өту керек деген заң бар. Сол сияқты аруақтың алдынан да өту керек міндетті түрде. Өйткені аруақ біз үшін тырысып жүр, қолдап жүр, қорғап жүр бізді. Бізге тірек болып. Енді бізде аруаққа тірек болу керекпіз. Өйткені біз аруақсыз жоқпыз, аруақ та бізсіз жоқ екен. Сол бір-бірімізге тірек болып жүре берек, өйткені жоғары айтылғандай аруақ қазақтың рухани тірегі. Жалпы біздің ұлттық идеологияның түбі деп айтуға болады. Осымен әңгімемізді аяқтайық. Жалпы елімізді Тәңір жарылқасын, аруақтар қолдасын. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Көп рахмет. Сау болыңыздар.